Сәлем достар, бүгін біз балалардың сүйсініп жейтін пончики пісіреміз. Шоколадный және сахарный пудра себілген. Өте дәмді әрі керемет болып шығады. Ең алдымен жылы сүтке сары май еріген, тұзымызды кішкене қосамыз, қантымызды қосамыз, дрожжды қосып жақсылап араластырамыз. Араластыра отыра бір тал жұмыртқамызды қосамыз. Жақсылап араластырып, ұнымызды жай-жай сала отырып қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ немесе қатты болған жоқ, орташа етіп иледім. Достар, керекті ингредиенттерді мен описание бөліміне жазып кетемін. Қамырымызды илеп болдық, бетін жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа қоямыз. Міне, қамырымыз көтерілді әдемі болып. Енді осы қамырды ортасына жинап шығамын. Ыдысымызда қамыр қалып қалмау керек. Барлық қамырды толық ортасына жинап алдым. Жинап болғаннан кейін тақтайға ұн сеуіп, қамырымызды қойып, асты үстіне ұнды жақсылап сеуіп, жабысқанбас үшін ары-бері сеуіп шықтым. Осылай ұнды. Енді жайып шығамыз біркелкі етіп. Мен қалыңдығын 1 сантиметр етіп жайып шықтым біркелкі етіп. Және мен шоколадты алдын ала бөліп, водяной парға қойып қойдым. Үстіне кішкене сұйық май құйдым. Ери берсін. Енді қамырымызды мынандай домалақ формамен осылай біркелкі етіп домалақтап аламыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Артық қамырды осылай алып тастаймыз. Алып, бетін жауып қоямыз. Келесіге тағы жасағанға. Енді ортасын осылай тағы домалақтап аламыз. Барлығын осылай біркелкі етіп домалақтап шығамыз. Міне, бетін жабамыз. 5-10 минутқа кішкене көтерілсін. Көтерілді. Енді осыны пісіреміз. Ең алдымен сковородкаға сұйық май құйып, орташа етіп қыздырамыз. Қатты отта пісірмейміз. Пончиктерімізді осылай саламыз. Қатты отта пісіретін болсақ, беті қызарып, тез-тез ортасы піспей қалады. Сол үшін баяу отта осылай ары-бері аудара отырып, пончиктерімізді пісіріп аламыз. Пончиктерімізді біркелкі етіп, сарғайғанша пісіреміз, осылай аударып отырып. Барлығын осылай асықпай пісіріп аламыз. Сарғайғаннан кейін кішкене осылай алып тастаймыз. Келесін барлығын осылай пісіріп аламыз. Домалақ әдемі болып шықты. Міне, енді пончиктерімізді суытамыз. Барлығын пісіріп болғаннан кейін жақсылап суытып аламыз. Суығаннан кейін міне шоколадымызда еріген дайын. Осы шоколадқа малып аламыз толығымен. Бір бетін. Достар, кейбір жері кішкене жұқалау болса шоколадтың, алып қайтадан шоколадқа салып малып алсаңыздар болады. Барлығын осылай мен жасап алдым. Біркелкі жасап тарелкаға салдым. Міне дайын. Әсемдік үшін мен кондитерский конфетиктерді бетіне септім. Сіздер де сепсеңіздер болады. Егер жоқ болса, сеппей қойсаңыздар болады. Жартысын мен осылай жасадым. Жарты бөлігін мен бетіне сахарный пудра сеуіп шықтым. Міне, екінші тарелкаға салып, бетін осылай сеуіп шығамыз әсемдеп. Шайды қойып, балаларға бір тарелкаға салып берсеңіздер болады, араластырып. Міне, өте әдемі әрі дәмді болып шықты. Мен балаларға мынандай тарелкаға салып ұсынып бердім. Өте дәмді әрі керемет шықты. Шаймен ішкенге өте жақсы. Ас болсын жасап көріңіздер. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.